Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге 2 минуттың көлемінде өзіңіздің дикцияңызды өзгертуге болатындығын дәлелдейтін боламын. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, өйткені сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Достар, өз даусыңызды 2 минуттың көлемінде өзгертуге болады десем, сіз сенесіз бе? Әрине сенбеуіңіз мүмкін. Дегенмен 2 минуттыңызды күнделікті өзіңізге арнау арқылы өзіңіздің дикцияңызды жақсарта аласыз. Ол үшін ең алдымен сізге дикцияға арналған ең оңай жаттығуды жасап көру қажет болады. Жалпы осы уақытқа дейін дикцияға арналған видеоларды мен YouTube'қа салған кезде кері байланысқа шыққан кісілер менен дикцияға арналған жаттығулардың кейбірі оларға ауыр екендігін, және де дикцияға арналған ең оңай жаттығу қандай жаттығу екендігін сұрап хабарласады. Жалпы мен сіздерге бүгін сол себепті дикцияға арналған ең оңай жаттығу түрімен бөліскім келеді. Жалпы неліктен біз дикцияны жақсарту керек деген сауалға жауап берсем, осы ретте дикция бұл жетістіктің кілті, сіздің болашағыңыздың кілті болуы мүмкін. Өйткені сіз өз дауысыңыз арқылы жетістікке жете аласыз, немесе көптеген мәселелерді шеше аласыз. Мен көптеген проблемалардан өз даусым арқылы құтылып кеткен жағдайлар орын алды. Және сол себепті де сізге қазірден бастап өзіңіздің дикцияңызды жақсартуға кеңес беремін. Себебі сіз өз дикцияңыз арқылы керемет жұмыс таба аласыз, керемет орта таба аласыз, және де өзіңіздің табысыңызды 2 еселей аласыз. Олай болса, бастайық достар. Ең оңай жаттығулардың бірі бүгін біз сіздермен жасап көретін боламыз. Ол үшін бізге кез келген кітап қажет болады, ал менде қолда бары қазіргі таңда Төлен Әбдіковтың оң қол кітабы. Және мен осы кітапты сіздерге бүгін оқып көрсететін боламын. Негізі сіздер өздеріңіздің қолдарыңызда бар, үйлеріңізде бар кез келген кітапты аласыздар, және сол кітапты оқисыздар. Ол ретте мысалға қалай оқу керек? Ең алдымен кітапты алғаннан кейін сіздер ішіндегі кез келген мәтінді ашасыздар, және кез келген мәтінді ашқаннан кейін оны сіздер өздеріңіздің, яғни аппараттарыңызды, сөйлеу аппараттарыңызды толығымен қолдану арқылы жестикуляция жасау арқылы оқитын боласыздар. Олай болса, бастайық. Таңертеңнен түске дейін Қожа Ахметтің кемпірінен басқа көңіл сұрап келген ешкім болмады. Оның өз әкеме жаман көзімен сұқтана қарап, апырмай, сейсен-ай, түрің тым сарғайып кеткен екен. Құдай өзі жеңілін берсін. Мынау жақсы емес, мынау. Былтыр ғой қайтыс болған қайнымыздың түрі өлер алдында дәл осылай сарғайып кетті ғой деп зәремізді ұшырды. Достар, осылай кез келген мәтінді 2 минут көлемінде оқып аласыздар, және де ақырын өзіңіздің сөйлеу аппараттарыңызды толығымен қолдану арқылы оқып көріңіздер. Ал екінші кезекте тағы да осы мәтінді оқимыз. Дегенмен бұл ретте біз артикуляцияны қолданамыз, яғни сөйлеу аппараттарымызды толығымен қолданып, кішкене жылдамдықпен оқып көреміз. Таңертеңнен түске дейін Қожа Ахметтің кемпірінен басқа көңіл сұрап келген ешкім болмады. Оның өзі әкеме жаман көзімен сұқтана қарап, апырмай, сейсен-ай, түрің тым сарғайып кеткен екен. Құдай өзі жеңілін берсін. Мынау жақсы емес, мынау. Былтыр ғой қайтыс болған қайнымыздың түрі өлер алдында дәл осылай сарғайып кетті ғой деп зәремізді ұшырды. Енді үшінші кезекте біз қазір мәтінді өзіміздің сөйлеу аппараттарымызды қолданып, және тез, және ең бастысы бұл мәтінді біз даусымызды қаттырақ шығарып оқитын боламыз. Бастап көрейік. Таңертеңнен түске дейін Қожа Ахметтің кемпірінен басқа көңіл сұрап келген ешкім болмады. Оның өзі әкеме жаман көзімен сұқтана қарап, апырмай, сейсен-ай, түрің тым сарғайып кеткен екен. Құдай өзі жеңілін берсін. Мынау жақсы емес, мынау. Былтыр ғой қайтыс болған қайнымыздың түрі өлер алдында дәл осылай сарғайып кетті ғой деп зәремізді ұшырды. Осылай достар, өздеріңіздің дауыстарыңызды қаттырақ шығарып, осылай оқитын боласыздар. Жалпы бұл жаттығу ең оңай жаттығулардың бірі, дегенмен сіздер бұны күнделікті жасайтын болсаңыздар, ең эффективті жаттығулардың бірі болмақ. Видео сіздерге ұнаса, және де өздеріңіз бұл жаттығуды жасап көріп, 1 апта немесе бірнеше апта көлемінде жасағаннан кейін өздеріңіздің даусыңыздағы өзгерісті байқайтын болсаңыздар, онда комментарийға міндетті түрде жазып кетсеңіздер болады.
Достар, жалпы бұл видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер де видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.